Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге жаңадан енді өзім түбімен челлендж влогты бастайтын боламын. Және де мен сіздермен осы ютубты дамығым келіп жатыр. Және де сіздер маған лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып қолдау білдіріп отырсаңыздар сіздерге мен өте қызықты, сіздерге өте керемет пайдалы да ақпараттар беретін боламын. Ал бізде бұл мен бойынша өзім түбімен түсетінен болған соң маған барынша қолдау көрсетіп отырсаңыздар сіздерге алғысым шексіз еді. Ал мен қазіргі сіздерге пайдалы ақпараттың тиктокта қалай көп просмотр жинау керек екенін сіздерге толық түсіндіретін боламын. Және де менімен бірге осылай әр нәрселерді үйрене берсеңіздер сіздер де керемет нәтижеге жетіп, мен ютубта керемет нәтижелерге жететін боламын. Ал көріңіздер. Яғни біз любой бір осындай бір блогердің аккаунтын аламыз, және де бір видеосына көретін боламыз. Біз осы бір видеомен екі видеоны етіп төбесіне не істеп, жоғары және астыға екі видеодан просмотрын көбейтіп аламыз. Мысалы, мына видеоға бүйтеміз. Достар, біз бірінші мына жақта қанша просмотр екенін біліп алайық. Мына видеода 1172, ал мына видеода 6703. Ал қазір біз істейік төбеге және астыға. Достар, біз кішкене ғана істедік. Енді бізде мына жақта 1172 болып тұр мына видеода, ал мына жақта 6703. Енді осыны төбеге бүйтеміз. Енді қалғандар 1795, 6845. Яғни мен сіздерге пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Осы менің жаным сіздерге арналған ақпаратым. Маған тіркеліп, қолдап лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ал келесі видеода кездескенше.